Бәріне сәлем, бүгін мен сіздермен Алия. Бүгін біз санның көрсеткіші деген тақырыпта өтетін боламыз. Жалпы санның көрсеткіші деген ол бізде негізгі санның өз-өзіне неше рет көбейтілетінін көрсететін сан. Сонда бізде олардың бірнеше қасиеттері бар. Мысалы, а-ның m дәрежесі көбейтілген а-ның n дәрежесі. Ол дегеніміз бізде көріп тұрғандарыңыздай негізі бірдей, а мен а. Негіздері бірдей болатын болса, онда олардың ол көбейтіліп тұратын болса, егерде, онда олардың дәрежелері бізде қосылады. Сол кезде бізде а-ның m қосылған n дәрежесі шығады. Екінші, ол бізде егерде а-ның m дәрежесі бөлінген а-ның n дәрежесі. Бізде дәл солай негіздері бірдей, бірақ бөлініп тұратын болса, онда дәреже азайтылады. Үшінші, бізде егерде а-ның m дәрежесі, ал жақшаның сыртында тағы бір дәреже тұратын болса, ондағы осы санның дәрежесі жақшаның сыртындағы дәрежеге көбейтіледі. Сонда бізде а-ның m көбейтілген n дәрежесі шығады. Келесі, ол бізде жақшаның сыртында ішінде қандай да бір екі санның көбейтіндісі берілген, ал жақшаның сыртында оларға ортақ бір дәреже. Ол ортақ деген сөз, ол әрқайсысына қатысты. Сонда бұл n дәреже жақшаның сыртындағы бізде ол а-ға да қатысты болады, а-ның n дәрежесі, b-ның n дәрежесі. Әрқайсысына қатысты. Мұнда бөлінді болған кезде де дәл солай дәреже әрқайсысына қатысты. Сонда бізде а-ның n дәрежесі бөлінген b-ның n дәрежесі. Ал егерде келесіде бізде а-ның минус n дәрежесі. Егерде бізде дәреже керіс таңбамен тұратын болса, онда ол бізде 1 бөлінген а-ның n дәрежесі болып түседі, астына түседі. Ал санның кез келген любой санның 0 дәрежесі, ол дегеніміз 1. Ал а-ның 1 дәрежесі, ол 1 дәрежесі тұратын болса, онда сол санның өзі алады. Негізі өзгермейді. Енді мысал қарастыратын болсақ, мысалы көбейтіндіні дәреже түрінде жазайық дейді. Бізде жаңағы біріншіге ұқсас, ол бізде барлық негізі бірдей. Онда біз тек қана а-ны бір-ақ рет жазамыз да, үстіндегі дәрежелерін барлығын қосып шығамыз. Сонда 3 қосу 4 қосу 5. Бізде а-ның 12 дәрежесі шығады. Келесіде бізде мұнда 1 деген дәреже тұрады ғой. Мынау p-ның 1 дәрежесі, ол бізде p, то есть p-ның квадраты көбейтілген дәреже қосылды. Ал p-ның 0 деген, ол бізде 1-ге тең. Ал кез келген санды бізде 1-ге көбейтетін болсақ, ол өзі қалады. Сонда бізде p квадрат қалады. Үшінші, бізде минус тұр. Ал біздің дәрежеміз тақ болып тұр. Кері таңбамен болған кезде бізде минус өзгермейді, егерде дәрежеміз тақ болатын болса. Ал егерде дәреже жұп болса, онда минус ол плюсқа айналып кетушеді. Сол кезде онда бізде минус қалады. 2-ның 5 дәрежесі, ол бізде 32 көбейтілген. 2-ның 3 дәрежесі дегеніміз 8. Сонда 32-ні 8-ге көбейтетін болсақ, 256. Минус қалады, минус 256. Келесі, мысалы, бөліндіні дәреже түріне келтірейік. Енді бізде бұл бөлінді беріліп тұр. Біз жаңа айтқандай, дәрежелер азайтылады. Негіздері бірдей болса, олар бөліп тұратын болса, онда дәреже азайтылады. Сонда бізде а-ның 12-ден 9 азайтамыз. Сонда бізде а-ның 3 дәрежесі болады. Келесіде 2,1. Негіздері дәл солай бірдей. Онда дәрежелерін азайта саламыз. Сонда 2,1-дің 15-тен 8 азайтатын болсақ, 2,1-дің бізде неше? 7 дәрежесі болады. Келесіде бізде бүкіл жерде дәрежеміз тақ, минустары значит қалады. Онда қалай болады? Минус m-ның 9-дан 5 азайтатын болсақ, сонда минус m-ның 4 дәрежесі. Ал 4 деген ол уже жұп. Сондықтан бізде жай ғана минус m-ның болса, онда жай тоса қала салсын. Онда ол бізде жұп болып қалады ғой.
Енді төртіншіде енді бізде дәл солай негіздері бірдей, мынау жақшаның ішіндегі негіздері бірдей. Сонда біз мынау дәрежелерді азайтамыз. Онда бізде y минус 4-тің 6-дан 3-ті азайтамыз. Сол кезде бізде y минус 4-тің кубы шығады. Енді келесі. Бізде дәрежелі дәрежеге шығарайық дейді. Біз жаңа айтқандай, мына қасиеттерде болды. Мынау санның дәрежесі және жақшаның сыртында тұрған дәреже екеуі көбейтіледі. Сол кезде бізде 2 мен 3-ті көбейтетін болсақ, бізде b-ның 6 дәрежесі шығады. Мұнда да дәл солай. Онда бізде минус c-ның неше дәрежесі болады? Дұрыс. 9. Келесіде x квадрат, 3. Бірінші біз 2 мен 3-ті көбейтіп алайық. Сонда бізде x-тің 6 дәрежесі, жақшаның сыртында тағы бір 4 бар. Сонда бізде x-тің 24 дәрежесі, екеуін көбейтеміз. Келесі, мысалы, берілген өрнектерді түрлендірейік дейді. Бірінші мысалға қарасақ, бізде минус 5-тің кубы деп тұр. Мұнда дәрежеміз тақ, онда минус қалады. Сонда бізде 5-тің кубы, ол бізде 125 көбейтілген. Мынау m бар, мынау екеуі бірдей. Мынау мен мынау екеуі бірдей. Дәрежелер қосылады, негіздер бірдей болса, онда 8 бен 2-ні қоссақ, бізде 10 болады. Сонда m-ның 10 дәрежесі көбейтілген. Мынау n-да бір дәреже бар деп есептейміз. n-ның бір дәрежесін көбейтеміз. n-ның 11-ге, онда негізі қалады да, дәрежелер қосылады. Сонда 12 болады. Енді көбейту тағы 4-міз қалды. Сонда бізде минус 25-ті 4-ке көбейтетін болсақ, онда бізде 500 шығады. Минус қалады. 500, m-ның 10 дәрежесі, n-ның 12 дәрежесі. Келесіде бізде мұнда квадрат тұр. Бұл квадрат әр қайсына қатысты, x-қа да, y-қа да, санның өзіне де қатысты болады. Сонда бізде мұнда не болады? 4 бөлінген 9, мынау минусқа да қатысты болады. Сонда x-тің квадраты y-тің 6 дәрежесі көбейтіледі. Мынау минус 6. Минусымыз алдына шығып кетеді, мына жерде тұрған минус. Сонда минус 6x y бар. Енді мынауны мысалы қысқартып жүрсек, 3-ке қысқарады бізде. Мынау бізде 2 болады. Мынау 3 болады. Сонда мынау 4 пен 2-ні көбейтсек 8 бөлінген 3. Минусымыз бар. Көбейтіледі. Мына жерде x квадрат бар, мына жерде x бар. Ол бізде x куб. Мына жерде x6, y-тің 6 дәрежесі, мына жерде y-тің 1 дәрежесі. Екеуін қосамыз дәрежелер. Сонда бізде y-тің 7 дәрежесі қалады екен. Үшінші есепте, мысалы, a-ның мұнда жаңағы айтқандай дәреже барлығына қатысты. Сонда бізде a-ның квадраты шығады. Бөлімінде бізде b-ның квадраты, ал мұнау 3 пен 2 бір-біріне көбейтіледі. Сол кезде бізде c-ның 6 дәрежесі көбейтілген. b-ның 3 дәрежесі көбейтілді, c-ның 7 дәрежесі бөлінген a-ның квадраты. Сонда a квадрат пен a квадрат қысқарады. Біз жаңа айтқандай, егерде сандар негіздері бірдей болып, олар бөлініп тұратын болса, онда ол бізде дәрежелер азайтылады. Сонда мынау b-ның 3 дәрежесі азайтамыз b-ның квадратына. Көбейту. Мұнда c-ның 7 дәрежесі азайтамыз c-ның 6, то есть 6-ны азайтамыз. Сонда 3-тен 2-ні азайтсақ, b-ның 1 дәрежесі қалады. Сонда көбейту 7-тен 6 азайтсақ, c-ның өзі қалады. Дәл осылай. Мысалы, тағы бір нәрсе бар. Егерде бізде түбірасты беріліп тұратын болса, түбірасты мысалы, мына жерде 3 деп тұратын болса, мына ішінде a-ның квадраты десе, онда бұл дәреже, то есть бұны біз қалай жазамыз? Басқаша біз оны a-ның 3-тен 2 деп жазаламыз. Себебі бізде түбірасты a-ның, мысалы жай түбірасты a болатын болса, оның дәрежесі бізде a-ның 2-тен 1 ғой. Себебі мына жерде a-ның 1 дәрежесі бар, ал түбірасты деген мына жерде ол көрінбейтін жай 2 бар бізде. Сонда ол бұлай керісінше кетеді, 2-ден 1 дәрежесі болып саналады.
мына жерде сонда кез келген сан болатын болса, мысалы 4 десе, онда 4-тен 2, 5 десе 5-тен 2 деген сияқты болады, иә. Бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.